Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің эфирімізде Чернянка мега стандарт. Өте пыльный. Достар, және де тағы бір айта кететін жайт, келесі эфирімізде уже 3000 оқырманға жететін болса, за активность конкурсымызды жалғастыратын боламыз. Яғни 3 адамға либо клиномел ретінде, либо ақшалай сыйлық ретінде өз еркілері таңдаулары болады. Және де ол конкурсқа қатысу үшін тек подписаться ету керек, және осы видеоның астына комментарийлар қалдыру керек. Яғни мен программа арқылы лизауней жеңімпазды анықтайтын боламыз. Бұрын өзім таңдайтын, қазір тек программа арқылы. Солай дұрыс деп решать еттім, реніш болмау үшін, чтобы бәрі честно болу үшін. Ал эфирімізді бастаймыз, барлығыңызға сәттілік тілеймін. Чернянка. Өте пыльный. Арасында камушктар өте көп екен. Абайлап жүрмесеміз. Звондап қалды, ренжімейсіздер. Менде 100% жұтамын, глотание. Сосын эфирда көп су ішесіз, басқа дейтін адамдарға. Мел өзі негізі өте сухой. Ол даже білесіз бе, ауызға түскеннен кейін шайнаған кезде нелеріңіздегі еттердің жырт жіберуі мүмкін да. Менде сондай, менде уже 2 рет ондай жағдай болды.
Сол үшін мен сусыз отыра алмаймын. Мен ішуім керек обязательно, чтобы тез жаңағыдай желініп кету үшін. Настоящий меловой вкус. Өте дәмі жақсы, сливочный не бар, бірақтан да арасында камушектер бар екен, кішкентай тастар. Жевать етіп отқан кезде тісіңе тиіп, андай біртүрлі ощущение қалдырады. Сондықтан абайлап жеген дұрыс. Өте ұнады. Өте нежный. Кішкене сливочный вкус бар. Меловой дәм прям. Тоже отличается. Өте пыльный. И арасында кішкене камушектері ғана чуть минус болды, а так өте дәмді. Ал бәріңізге сәттілік. Мен сіздерді келесі эфирде күтемін. Құдай қаласа, комментарийлер қалдырып, подписаться етіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.